Өнеркәсіптің дамуы елдегі экологиялық ахуалдарға кері әсер беретіні бәрімізге мәлім. Қазақстан әлемдік экологиялық рейтинг бойынша 70-ші орында тұр. Шотландиядағы Глазго қаласында өткен саммитте аталған барлық мәселелердің шешу жолдары қарастырылды. Қазақстанды өз алдына бірқатар мәселені алып толықтай шешуге уәде етті. Осыған орай Жезқазған қаласының экологиялық мәселелері қалай шешіледі? Бұл жайында бүгінгі бағдарламамызда айтамыз. Армысыздар, эфирде Өркен Ньюс. Бұл өңір Байқоңыр ғарыш айлағына келе жатқандықтан қатерлі ісік ауруымен ауыратындар саны артты. Қазақстанда соңғы 10 жылда 3 мәрте ғарыш кемесінің апаты болып, салдарынан тонналаған гептил отыны айналамызға жайылды. Гептилдің 1 микрограммы 1 литр суға араласқан кезде, оны ішкен адам жан тәсілім болады. Әлемдегі әрбір 4-ші адамның өлімі қоршаған ортаның ластауынан болады екен. Сонда жылына 12,6 миллион адам экология құрбанына айналады. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының айтуы бойынша жер бетіндегі аурулардың 80% экологияның ластауынан болады екен. Қоқыс болған жерде құрбанның болатыны заңдылық. Судында сұрау барын дәлелдейтін мысал аз емес, іргедегі Кеңгір өзенін қараңыздар. Мамандар болашақта Кеңгір су қоймасын әбден жоқ болып кетуі мүмкін дейді. Оған себеп түрлі қоқыстардың болуы және су тартылып қалуы, су тазалайтын техниканың жетіспеушілігі. Бұл мәселені шешу үшін хлорелла балдырларын жіберу керек. Ол күкіртсутегін бөлетін бактерияларды залалсыздандырады. Нәтижесінде жағымсыз иістен құтыламыз дейді мамандар. Ауаның ластануы 95% көліктерден шығады. Оның 60-70% ескі автокөліктер қаланың микроклиматын өзгертеді. Автокөліктің моторынан шығатын жанармайды шала күйдіртеді, ауаға көміртегін шығарады. Экологияны қорғау үшін әуелі азаматтық белсенділік керек екені баршамызға мәлім. Осы орайда мені қызықтырып тұрған сәт, оқушыларымыз экологиялық мәселені қалай шешеміз дейді. Еліміздің болашағы жастар болғандықтан әрбір тұлғаның ойы біз үшін маңыздырақ. Ендеше тыңдайық. Еліміздегі экологиялық мәселе баршамызды алаңдатады. Бұл мәселені шешу үшін жұмыла кірісуіміз қажет. Менің ойымша, әркім өзінен бастағаны жөн. Экологиялық мәселені түбегейлі шешу үшін Қазақстанда экологиялық партия керек. Экология дегенде көз алдыма зауыттардың түтіні елестейді. Жезқазғанда мыс балқыту зауыты тұрғындардың назарын бей-жай қалдырмайды. Менің ойымша, бұндай зауыттарға гибридті фильтр орнату қажет. Дамыған заманда мәселенің шешімін табу қиынға түспейтіні анық. Сондықтан болашақта бұл істің маманы болып, түрлі құрылғылар жасау менің мақсаттарымның бірі болып табылады. Рас, экологияны қорғау қарапайым істерден тұрады. Қорыта айтқанда, жер ана бұл аманат. Аманатқа қиянат жасамай, әр буын келесі ұрпағына табыстай білсе, игі іс болар еді. Бүгінгі эфиріміз осымен тәмам. Келесі бағдарламада жолыққанша қош сау болыңыздар.